Сәлеметсіңдер ме балалар? Сендермен бірге шәкірт онлайн мектебі және де мен Салтанат Әділжанқызы. Бүгін біз математика сабағында түрлі есептерді шығаратын боламыз. Ал кәнекей, онда бірінші тапсырмаға қарай қой. Бірінші тапсырмада біз шартын оқып және астындағы қай сызба, қай формула сәйкес келетінін анықтауымыз керек. Бірінші, аулаға ұзындығы 9 метр және ені 7 метр балалар алаңы салыныпты. Енді осы балалар алаңының несін табуымыз керек? Ауданын табуымыз керек. Кәнекей, үш бұрышқа қарай қой. Қайсы ауданын табылған формуласы? Әрине, екінші, яғни бірінші сурет, екінші үш бұрыш деп өзіңе белгілеп қой. Немесе жай карандашымен екеуін қос. Екінші, ауладағы бір орындықты бояуға 320 грамм бояу жұмсалды. Осындай 3 орындықты бояу үшін неше грамм бояу қажет? Бұл қайсы мына үшбұрыштағы формулаға сәйкес? Мұқият қарай қой. Әрине, үшінші, жұмсалған қанша грамм бояу табу үшін біз сол жұмсалған массасын санына не істейміз? Көбейтеміз. Жарайсың. Ендеше үшінші есепке кезек берейік. Бір банка бояудың массасы 180 грамм. Осындай 4 банкада неше грамм бояу бар? Не істейміз? 180 грамм массасын біз 4 банкаға көбейтеміз, яғни бірінші үшбұрыш сәйкес келеді. Тамаша. Ал енді мына құнын, бағасын және санын табуға арналған есеп екінші тапсырмада. Мұқият кестеге қарай қой. Кесте бойынша есеп құрастырып, оны шығаруымыз керек. Бірінші не көрсетілген? Шырын және де шоколад көрсетілген. Шырынның бағасы неше теңге екен? 75 теңгеден қанша дана сатып алыпты? 6 дана. Ал енді шоколад 104 теңгеден неше дана сатып алыпты? 5 дана сатып алыпты. Енді бізге нені табу керек? Барлығы неше теңге жұмсалғанын табуымыз керек. Қандай формуланы қолданамыз? Әрине, құнын табу үшін бағасы мен санын көбейтуіміз керек. Ал енді барлығын табу үшін біз міндетті түрде қосамыз. Ал кәнекей, бірінші жазамыз. Шырынның бағасы 75, одан 6 дана. Ал енді шоколадтың бағасы 104, одан 5 дана. Енді екеуін не істейміз? Қосамыз. Сол кезде барлық құртылған ақшаның, яғни жұмсалған ақшаның сомасы шығады. Мәнін өзің таба қой. Ал кәнекей, келесі үшінші тапсырмаға келдік. Ауладағы теннис ойнайтын үстелдің ауданы 192 метр квадрат. Егер ені 8 метр болса, онда үстелдің ұзындығы неше метр болады дейді. Ал кәнекей, шартын жазамыз. Сонымен теннистің жалпы ауданы қанша? 192 метр квадрат. Ені 8 метр екен. Бізге оның несін табу керек? Ұзындығын табу керек. Балақай, біз бірінші мына тік төртбұрыштың ауданын табудың формуласын жазып алайық. А көбейту В, дұрыс па? Яғни біз ұзындығын еніне көбейтеміз. Ал енді бізде керісінше А белгісіз. Осы формуладан Аны табайық. Көбейту болған кезде автоматты түрде не болады? С-ті біз В-ға бөлеміз. Міне, осы формуланы жазып, қоршап ал, жарай ма? Ал енді орын-орнына қоямыз. А тең 192 метр квадрат бөлеміз 8 метр. А тең қанша метр екенін өзің таба қой.
Жарайсын балақай. Енді 4-ші тапсырмаға көшейік. Суретке қара, ауладағы құм салынған қоршаудың периметрін есептеп, қолайсыз ауа райында бетін жабатын материалды дайындау үшін оның ауданын да есепте дейді. Тамаша. Ал кәнекей, бірінші біз берілгенін жазып алайық. Кәнекей, ұзындығы неше дециметр екен? 15 дециметр. Ал енді ені 9 дециметр. Бізге периметрін және де ауданын табу керек. Екі формуланы жазамыз, еске түсіреміз, және де соның орнына мәндерін қойып, жалпы периметрін және ауданын табатын боламыз. Периметрін табу үшін біз не істеуші едік? А-ға В-ны қосып, 2-ге көбейтеміз. Ал енді ауданын табу үшін біз А-ны В-ға, яғни ұзындығын еніне көбейте саламыз. Міне, міндетті түрде осы формулаларды жазып, қызылмен қоршап қой. Бұл өте маңызды. Бұл формулаларды міндетті түрде жаттап алу керек. Себебі бұл өзгермейтін формула. Бұны жаттап алсаң, ешқандай қиындығы жоқ. Кез келген уақытта есіне түсіріп, есептерді шығара бересің. Ал кәнекей, мына фигураның, яғни ауладағы құм ойнайтын жердің периметрі мен ауданын табу үшін саған 2-3 минут уақыт беремін. Уақыт кетті. Жарайсын. Ал енді мына 7-ші тапсырма, ол кішкене логикалық тапсырма. Мұқият қарай қой. Бірінші альбомда 26 сурет болды, ал екінші альбомда 32 сурет болды. Зере екінші альбомнан бірінші альбомға бірнеше суретті ауыстырды. Сол ауыстырған жағдайда екі альбомның суреттері тең болды. Ал кәнекей, енді Зеренің қанша сурет ауыстырғанын таба ғой. Еге сонымен қатар қалған 8-ші, 9-ші тапсырмаларды беремін. Бүгін сонымен сен сабақта не үйрендің? Нені қайталадың? Фигуралардың ауданын, периметрін табу, және де ауданы белгілі, сол арқылы ұзындығын, енін табуды үйрендің. Сонымен қатар заттың бағасын, жалпы құнын, оның массасы мен санын көбейтіндісі арқылы табу керек екенін еске түсірдік. Келесі сабақта кездескенше.